Армысыздар, Ғибрат әлемі арнасының тыңдармандары. Біздерге қолдау білдіріп, жақсы пікірлеріңізді қалдырып жатқандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгінгі баяндайтын әңгімеміз ене мен келін тақырыбының жалғасы, есті келін енеден әңгімесінің 3-ші бөлімі. Видеомыз сіздерге пайдалы болады деп сенеміз. Ендеше бастайық. Қанат кешкі асын үнсіз ішті де, алдымен анасының бөлмесіне барды. «Мам, не болды, көңілсіз отырсыз?» «Ештеңе болған жоқ. Сол баяғы қатының ғой. Бүгін енең келді. Соның көзінше мені тілдеп, екеуі бірге мені сөгіп, балаңды мен өлтіргендей шүйлігіп» деп жылап жіберді. «Мам, соңғы кезде Айгүл шектен шығып кетті. Байқап жүрмін. Баладан айырылған соң мүмкін жүйкесі сыр беріп жүрген шығар. Сол үшін сіздерге де, өзімізге де демалыс жарияладым. Папа екеуіңіз бір жерге барып демалып келіңіздер, ал біз Айгүл екеуміз басқа жаққа барып қайтайық». Анасы үнсіз келісті. Қанат анасының бетінен сүйіп құшақтады да бөлмесіне кетті. Айгүл бөлмеде заттарын жинап отыр екен. Балаға қажетті заттардың бәрін алып дайындап қойып еді. Солардың бәрін жинастырып отыр. Қажет жандарға бермекші. Қанат та қарсы болмады. Ертең жұмысқа бара жатып, мешітке тастап кетемін деді. Айгүл, соңғы кезде мазаң болмай жүр, білем. Сен мұңаймашы, түсінемін, қиын, бірақ амал жоқ. Тағы да балалы болу үшін еңсемізді көтеру керек. Менің саған айтатын жаңалығым бар. Бір жерге 10 күнге демалып қайтсақ деп едім. Мен де соны айтпақшы едім. Төркініме барып қайтайыншы, Қанат. Жоқ, екеуміз бірге демалып қайтсақ деймін. 2 күннен соң олар отбасылық демалысқа кетті. Енесі мен қайынатасы курортқа, ал Қанат пен Айгүл шетелге кетті. Курортта 10 күн жатып келген енесі үйге келсе, баласы мен келіні әлі орала қоймапты. Курортта бейтаныс адамдармен іші пісіп, үйге келген соң көршіні шайға шақырды. Ананы мынаны әңгіме етіп отырып, әңгіменің аяғы Айгүлге келіп тірелді. «Сенің келінің өте пысық қой, анасынан көргені бар шығар, жөнімен жүреді, бір қылтыңын көрмейсің, кім-кімнің де қолы жете бермейтін келін ғой», деп мақтады көрші кемпір, шайын сораптап қойып. «Иә, келінді де келін ету ененің қолында, дымын білдірмей, былығын жасырсаң, әрине жақсы келін болып шығады», деді енесі тістене сөйлеп. Көрші кемпір Сәбираны бұлай айтады деп ойламаса керек, аңтарыла қарап қалды. Осыны сезгендей әңгімесін әрі қарай жалғаған Сәбира Айгүлді жамандай жөнелді. «Келін деген сол әулетке келген соң сол үйдің күңіне айналуы керек. Тірлігін істесе байының, бала шағасының тірлігі міндетсінетін нәрсе емес. Бұл бір, ал екіншіден келін болған соң баяғы шолжаңдайтын үй жоқ, тілін қысқартып, етегін ұзартсын. Шыдамай ма, байға тимесін онда. Біздікінің енді тілі шығайын депті. Менімен салғыласып, бір десем 2 деп, соңында баламды маған қайрап, әр бәле шығады бұдан», деп сөйледі. «Әй, тоқта, не көрінді сонша келініңді жерден алып жерге салып, жөні түзу адам еді ғой сырт көзге. Тойда да құдағидың жүзі жылы еді. Бір көрінгеннен адам солай көрінеді да. Қайдам, келініңнің әбестігі жоқ, келген кісіні құшақ жая қарсы алады, бір кесе шайын күліп береді, одан артық не керек? Сен білесің бе, мен білемін бе бұл сорлыны? Ойпырмай, неге сонша ішің жыли қалды? Сәбира, бәріміз де келін болдық. Біздің кезімізде енелер тым қатал болды, бірақ жаны ашып отыратын. Рас, білмегенін үйретті. Ол деген келіннің соңына түсіп алу деген сөз емес қой. Есті келін енеден деген сөз бар. Келіннің қандай болуы өзімізге байланысты. Олар да адам баласы ғой, түсінеді. Сен мені кінәлауға көштің бе енді? Ешкімге кінә артпаймын. Құдай қосқан көрші болған соң көріп жүрмін ғой кімнің қандай екенін. Әй, маған қара, сен асымды ішіп ыдысыма түкіруге ұялмайсың ба? Шық үйімнен, дым көрмеген бейшара. Көрші кемпір үнсіз орнынан тұрды да, басын шайқап, Сәбираның шайпау мінезіне жымиып, есікке беттеді. Іштей келініне жаны ашып бақыт тіледі. Көрші кемпірдің сөзінен соң Сәбира терісіне сыймай біраз долданып отырды да, аз кем ойланып қалды. Есті келін енеден деген. Мен сонда келінімді тәрбиелегенім үшін жазықтымын ба?
Айтсам үйренсін деймін, жұмсасам пысық болсын деймін. Болмаса туған баламның қатынына қастық ойлап нем бір? Немере маған да керек. Ойлар Сәбираны біраз әбігерге түсірді. Ойланып отырып уақыттың қалай өткенін де байқамапты. Кешкі уақытта баласымен келіні үйге кіріп келді. Айгүлді көріп тағы да тырысып қалды. Амандық жоқ, саулық жоқ. Баласымен амандасты да сәлем салған келініне жүзін де бұрмастан сыртқа шығып кетті. Айгүл үндеместен заттарын реттеп тағы да үй тірлігіне кірісті. Демалысты жақсы өткізіп, енді енеме мән бермеймін, не десе де жымиып жүре беремін деп іштей дайындалып келіп еді. Алғашқыда оңай болмады. Сүйектен өтетін сөздеріне шыдап тұру мүмкін емес еді. Соңғы кезде тіпті бір күн ұрыссыз өтпейтін болды. Сол баяғы келіннің тірлігіне көңіл толмаушылық. Жанжалдың кесірі ақыр аяғында Айгүлдің төркінге кетуімен аяқталды. Енесіне қатты ренжігені соншалық жүзін де көргісі келмеді. Қанат үшін әлі де шыдап жүрер меді, кім білсін. Сәбира Айгүлдің анасын боғауыз былапыт сөзбен қорламағанда. Соңғы жанжал күні Сәбираны ешкім тоқтата алмады. Келіп отырған құдағиы да оның көзіне әзірейілдей көрініп, уын шашып әбден көңілін қалдырды. Сөзінің соңын «Қызыңды алып кет, маған ауру, тумайтын қатын керек емес. Өзімнің көзіме басып жүрген келінім бар, соған үйлендіремін. Көздері ашық, жағдайлары жақсы, өзім сияқты. Сен секілді сіңірі шыққан кедей емес», деп аяқтады. Бұл сөздерден соң Айгүлдің анасы шыдап тұра алмады. Қызының артынан келген төсек орын жасауына да қарамады. Тек кетерінде: «Қызымнан артық келін таптым десеңіз жарайды, қызымды алып кетем, бірақ қайта келіп келін керек десеңіз де жібермеймін. Соңғы сөзім осы», деді де Айгүлді алдына салып жетектегендей болып алып кетті. Айгүл жыламсырап Қанатты қимай, қипақтап кеткісі келмегенмен Қанат та анасынан асып қал деп айта алмады. Осылайша өз балаларының бақытына балта шапқан екі ана өздерінікін құп көріп екіге бөлініп кете барды. Айгүлдің төркінге кеткеніне 2 айға жуықтады. Бірақ Қанат та, енесі де бір ретте хабарласпады. Айгүл сонда да үмітін үзбестен жолға телмірумен болды. Телефонын жанынан бір елі қалдырмайды. Ондағы ойы Қанат хабарласып қалса байқамай қалмайын деген еді. Ал бұл кезде Сәбира баласын 2-ші рет үйлендіруге қамданып жүреді. Әкімнің бәйбішесіне жағымпаздана сөйлеп лепіріп отыр. Ол қызы кеше ғана оқуын аяқтап дипломын алып келген ерке шолжаң қыз мұның әйел шығарған баласын не қылсын. Әңгімелерін жүре тыңдап, істің мән-жайына қаныққан қыз дереу бөлмеге баса көктеп кірді де әй-шәй жоқ сөзге араласты. «Артық айтсам кешіріңіз, бір ауданда тұрамыз. Оның үстіне сіздердің отбасыңызды танитын адамдар жетерлік. Балаңыз үйленгенін де біледі жұрт. Мені сонда сіздің балаңызға тұрмысқа шығады деп қай ойыңыз айтты? Екінші мұндай мәселемен келуші болмаңыз», деді де есікті тарс жауып шығып кетті. Өмірінде біреуден мұндай сөз естіп көрмеген көкірегі кердеген Сәбира үнсіз отырды да құрбысымен қоштасып шығып кетті. Үйіне жеткенше екі бетін ащы жас жуып, тамағына тығылған өксікті шығара алмай қылқынып келеді. Баласымен жасты қыздан осындай ауыр сөз естісем деп ойламаған еді. Зордан зор келсе, зобалаң туады демекші. Мына әлемде өзін зор санаған Сәбираға бұл жағдай қатты әсер етті. Үйіне келіп ешкімге білдірместен бөлмесіне кіріп, кеш батқанша төсегінен тұрмады. Кешке күйеуі мен баласы жұмыстан оралғанда екі көзі бұзаудай болып ісінген жүзбен қарсы алды. «Не болды мам, тыныштық па?» деді Қанат. Бар жағдайды айтқан анасы ары қарай не істерін білмей басы қатты. «Саған кезінде жайшылықпен айттым, бірақ тыңдадың ба? Келіннің қадіріне жетпедің, әлі де кеш емес, кешірім сұрап үлгересің», деді күйеуі. Кешкі асты үнсіз ішіліп, әркім өзді-өзінің бөлмесіне кетті. Қанат бөлмесіне барып телефонын алды да Айгүлдің нөмірін терді. Айгүл анасы екеуі кешкі дастарханды жинап жүрген еді. Кенет телефоны безектей жөнелді. Жүгіріп барған ол жүрегі сезгендей қолдары дірілдеп телефонды қолына алды. «Алло,
Кешірші мені, отбасымды сақтай алмағаным үшін, сені, баламды қорғай алмағаным үшін. Алып кетем десем келесің бе? Кетеміз ұзаққа, бәрінен алысқа. Сенсіз мен ешкім емес екенімді түсіндім. Айгүл үнсіз телефонды тастай салды. Анасы күйеу баласының хабарласқанын қызының жүзінен ақ біліп қойған еді. Екі ауыз жылы сөзіне еріп бәрін ұмыта салдың ба? Мені қалай жерге қаратты? Не айтпады кезінде маған? Мам, мүмкін тәубесіне келген болар. Осыдан сол үйге аттап басатын болсаң, атанам бар екен деме. Мам, әңгіме бітті, деп анасы бөлмесіне кіріп есікті тарс жапты. Түнімен көз ілмеген Айгүл телефонға телмірумен болды, бірақ жан жары хабарласар емес. Қайта көңіліне күдік ұялаған ол жастығын солап жатып ұйықтап кетті. Ал бұл кезде Қанат Айгүлге тағы қоңырау шалсам сөйлеспей, телефонды тастай салама деп қорқып таңдатырды. Ата-аналарынан аса алмаған қос ғашық осылайша бір-бірінен бөлек тұрып жатқанына тағы біраз уақыт өтті. Ақыры шыдай алмаған Қанат бір күні ешкімге айтпастан Айгүлдің үйіне кіріп барды. Мән жайын айтып, келіншегімді алып кетемін, біздің өміріміз ешкімге ойыншық емес, біз бірге өмір сүреміз деп неке қиярда Алла алдында ант бергенбіз, деді. Осы сөздеріңді өз анаң айттың ба бірінші? Деген қайненесі Айгүлді жібермейтінін айтты. Қанат есіктен шығып бара жатып, ертең келіп келіншегін алып кететінін айтты да, ешкімді тыңдамастан бұрылып кетіп қалды. Ертеңіне түске таман Айгүлдің төркініне екі көлік келіп тоқтады. Көлікте Қанаттың туыстары мен ата-анасы еді. Үйге кіруге жүрексініп тұрған Сәбира елдің соңында тартыншақтай басып, табалдырықтан аттады. Ағайын туыстың алдында өзімшіл кемпір құдағиынан кешірім сұрады. Әрине оңай болған жоқ, бірақ барлық қателіктерін мойындап, соңында егер рұқсат берсе келінін алып кететінін айтып, жүзін төмен салды. Құдағиының ештеңе демегенін жақсылыққа балаған Сәбира асты үстіне түсіп бәйек боп жүрген Айгүлге жинала бер деп ымдады. Қызының тағдыры дәл қазір өз қолында екенін түсінген анасы қарсы бола алмады, бірақ ризашылықпен де күліп шығарып салмады. Айгүл өз үйіне келгелі өмірі тыныштықта. Баяғы түртпектейтін ене өзгерген. Қанат бұрынғыдан да қатты сыйлайды. Атасы әу баста келініне риза еді. Әлі де сол қалпы. Өмірлері бір сарынды өтіп жатты. Бәрі бақытты. Бірақ Айгүлдің ішінде бір уайым бар еді. Ол алғашқы баласынан кейін әлі бала көтере алмай жүрген еді. Неге бала көтермейсің деп ешкім айтпаса да, өзі іштей қысылып жүргенде Алла жарылқап 3 жылдан соң аяғы ауырлады. Өмірге сүп сүйкімді қыз алып келді. Енесі немересіне құлай берілген, жанынан бір елі тастамайды. Өзімнің қызым, өзім туып алғанмын деп отырады. Ал баяғы көрші кемпір кейде осылардың үйіне көзі түсіп ойланып қалады. Келіні естекені сөзсіз, енесі де кезінде жіберген қателігін дер кезінде түзеп, келінін түсініп енді қолдап отыр. Ары қарайғы өмірлері де лайым тыныштықта болғай. Есті келін енеден, келініңді естетем десең де, ессіз қылам десең де өзіңнен, деді ішінен көрші кемпір. Қадірменді тыңдарман, осымен есті келін енеден атты әңгімесінің 3-ші бөлімін аяқтадық. Сіздерге ұнады деп ойлаймыз. Назарларыңызға рахмет.